Honda Inspire. Мындай зимний баллонда екен, төрт өтең. Жылы 2003, объемы 3, бағасы $5800. Mercedes-Benz E-класс. 210 кузовта, Millennium. 2001, объемы 3.2, дизель екен. Коробка автомат. Басы $3700. Кузов седан. Ушунун эле жанында Honda Stream. Оң руль. Пробеги 174 000 километр екен. Объемы 1.7. Бағасы 260 000 сом. Toyota Corolla. Кузов седан. Мындай зимний липучкаларда екен. Баллондору 2005, объемы 1.6, коробка механика. Бағасы 400 000 сом. Honda CR-V 2. Мындай іштерді. 2004, объемы 2, коробка автомат. Бағасы $7,5 дедіңіз бе? $7,500. Honda CR-V 1. Крышасында рейлингтері бар. Жылы 2000, объемы 2, коробка автомат. Бағасы 420 000 сом. Mercedes-Benz E-класс, 210 кузов, Millennium, комплектациясы Avantgarde. Мындай дистерінде баллондарды зимний. 2001, объемы 2.6, бағасы $5000. Повторитель поворота. Honda Mobilio. Бұл миниваннан кішінірек. Универсалдан кішіне чоңырақ. Компакт вен болып кетеді. Компакт вен. 2004, объемы 1.5. Базарда серек кездесушілер автомобильдердің бірі. Бағасы $4900. Болушу $4500 кейін сұрасам есіне. Opel Signum. Кузов хэтчбэк. Жылы 2003, объемы 2.2, коробка автомат. Бағасы 220 000 сом. Машинаны көріп қойыңыздар. Аябай жасалғанып тұр. Тюнингі оң рульда екен. Бұл сатылбайды екен. Жөлді тартып қойып отырмыз. Сіздер көріп қойыңыздар. Көріп қойсыңыздар үшін.
Toyota Windom. Disteken balondori zimli kuchkada. 1999, объему 2.5, бағасы $3,500. Honda Step Wagon Spada 2003, объему 2, gaz benzinde жүрөт экен. Бағасы $7,000. Honda CR-V 1 DTC-лерде 1999, sol rul, объему 2, бағасы $340,000, коробка механика. Дағы бір BMW, бұл машинаның жанындағы. $1997, объему 2, коробка механика. Бағасы $220,000 деп жазбай тұр. Арқанқа ол жақтары. Toyota Avensis, кузов универсал. Шығарылған жылы 2001, объему 1.8, қағазға тұнығырақ көрінбей жатыр. Жөнді оқып берейінші. Бағасы $270,000, коробка механика екен. Toyota Voxy, титановый DTZ-ді, балондары зимний. 2004, объему 2, сол оң руль. Бағасы $280,000, срочный деп жазып қойып тұр. Телефон номерлері. Honda Step Wagon. Ee, 2003, объемы 2, бағасы $380,000. Балондоры зимний, шиповый. Honda Adventure-ның жаңырағынан ұқсайды кузовы. Бұндай DTZ-лерде 2003, объемы 2, оң руль. Есінен сұрайын десем, қандай маркада екен, модельді екен, есі жоқ екен. Комментарийді жазып қойғыла, кімдер білсеңер. Бағасы $300,000 дейді. Мен ойымша Honda Adventure болса керек. Toyota Avensis Verso, сол руль. Бұндай туманкалары бар. Балондоры зимний липучкаларда. Крышасында рейлинг, багажниктері бар. 2004, объемы 2, дизель екен, коробка механика, сол руль. Бағасы $320,000, кемі бар дейді есі.